Баршаға сәлем, арнаға қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай әдемі жапырақтың тоқылу жолын көрсететін боламын. Арнаға тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Тоқылу жолы өте оңай, бізге жіп және ілмек біз қажет болады. Тоқуды бастаймыз. Алғаш осылай жібімізді аламыз да 11 бош шалма аламыз. Жасыл түстен көрінбегендіктен осы сары түстен тоқ көрсетейін деп шештім. 11 бош шалма аламыз. Бір және екінші ілмек тастаймызды үшінші ілмектен шалмасыз бағанша арқылы біреуін тоқимыз. Ілмек бізімізге жібімізді ілдіреміз. Келесі ілмектен жартылай бағанша тоқимыз. Біреуін тоқыдық. Енді бір шалмалы бағаншадан келесі ілмектен біреуін тоқимыз. Және тура сол жерден енді бір шалмалы бағаншадан және біреуін тоқимыз. Яғни бір жерден екі бағанша тоқыдық. Екі шалмалы бағаншадан жанындағы ілмектен біреуін тоқимыз. Алғаш екеуін, соң екі ілмекті, қалған екі ілмекті бірге тоқимыз. Екі шалмалы бағаншадан келесі ілмектен біреуін тоқимыз. Тура сол жерден және екі шалмалы бағаншадан біреуін тоқимыз. Тура сол жерден тоқимыз. Келесі екі шалмалы бағаншадан жанындағы ілмектен біреуін тоқимыз. Бір шалмалы бағаншадан келесі ілмектен біреуін тоқыдық. Тура сол жерге және бір шалмалы бағаншадан біреуін тоқимыз. Бір ілмектен екі бағанша тоқыдық. Енді жартылай бағаншадан біреуін тоқимыз және бір ілмек қалды. Осы жерге шалмасыз бағанша арқылы біреуін тоқимыз. Жапырағымыздың жартысы дайын болды. Енді екінші жартысын тура солай екінші жағына қайталап тоқимыз. Бір бош шалма іліп аламыз, айналдырамыз және ортадағы іліп алған жерлеріміздегі шұңқырлардан тоқитын боламыз. Алғаш шалмасыз бағаншадан біреуін тоқыдық. Енді жартылай бағаншадан келесі ілмектен біреуін тоқимыз. Бір шалмалы бағаншадан келесіден екеуін тоқимыз. Бірінші бағаншамыз бір шалмалы бағаншадан енді тура сол жерге және бір бағанша тоқимыз. Екі шалмалы бағаншадан келесі ұяшықтан біреуін тоқимыз. Екі шалмалы бағаншадан келесі, мына жерде көрініп тұр ғой, соның тура қарама қарсысында қалай тұр, солай қайталап тоқисыздар. Мына жерде екеуі тоқылған, яғни сол шұңқырдан біздер және екі шалмалы бағаншадан екеуін тоқимыз. Бір ұяшықтан екеуін тоқыдық. Келесі ұяшықтан біреуін тоқимыз. Бір шалмалы бағаншадан келесі ұяшықтан біреуін тоқыдық. Енді тура сол жерге және бір бағанша тоқимыз. Жартылай бағаншадан келесі ұяшықтан біреуін тоқимыз. Және соңғысы осы жерден шалмасыз бағанша арқылы біреуін тоқитын боламыз. Жапырағымыз осылай дайын болды. Енді мына ортадағы ұзын тұрған сызық бар ғой, сол жерге әсемдік үшін бір қатар тоқып жүріп шығамыз. Ол үшін жұмысшы жіпті жапырағымыздың төменгі жағына қоямыз. Және мына ортадағы тесіктерден жұмысшы жіпті іліп жоғары қарай шығарамыз. Жұмысшы жібіміз төменде тұр ғой, соны мына ұяшықтардан іліп шығарамыз да біріктіргіш ілмек арқылы осылай тоқып шығамыз. Ілмек бізімізді жоғарыдан төменге өткіземіз де жұмысшы жіпті шығарып осылай ілдіріп
тоқимыз. Соңына дейін осыны қайталайсыздар. Міне соңғы ілмекті алдық. Жапырағымыз осымен дайын. Енді қалауыңыз бойынша мына жағына сабағын өздеріңіз қалауыңыз бойынша тоқисыздар. Артық жіпті қиямыз. Міне осыменен жұмысымызды аяқтаймыз. Нәтижеде осындай әдемі жапырақ пайда болды. Менімен болғандарыңызға сіздерге көп рахмет.